Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгінгі күндеріңіз сәтті өтсін. Әдеттегідей сіздермен бірге Алтынай. Достар, бүгінгі керемет бизнесім туралы айтып өткім келіп отыр. Бүгінгі темамыз сұлулық салон болды. Менің келесі бір бизнесім сұлулық салонын ашу болды. Бұл арманыма да жеттім. Сұлулық салонын ашудағы соңғы қадамдарға байланысты нақты бір мақсатым ол өзіміз үшін болды. Қыз балдар болған соң әрине міндетті түрде керек болды, себебі менің сәл тынымсыздау мінезім болды. Себебі білесіздер ғой, мен көп талап етемін. Сұлулық салондағы қыздардың іс-әрекеті, қимылдары маған көп ұнамайтын. Барған уақытта деген телефонмен сөйлесіп тұрады, телефон бет қойып тұрады, әңгімеде тұрады, былай аузы сағыз тұрады, өпіріп. Жасағандар шаламала жасайды, бірақ өте қымбат ақша алады. Сонымен мен ойлана келдім да, мен өзім үшін керек деп мен салон красоты аштым. Салон красоты ол өте жақсы деңгейде болды. Пайдасы да, маржасы да күшті болды. Жақсы жетістіктерге жетті. Ұзақ уақыт жұмыс жасадым ол салада. Сөйтіп жүріп, ішінен өзім визажист болып оқып алдым. Алтынайдың оқымаған еш жоқ, алдағы уақытта тағы да керемет жүктеймін. Оқыған түгел білімдерім туралы, салам туралы. Сонымен визажист өзім оқып алдым. Салоным іші өте керемет, жақсы болды. Салонда қыздар маржа пайда бар. Сұлулық салонын ашам деген қыздар болса, мен комментарияға жазыңыздар. Мен сіздерге сопровождение, қадамын, құжатын, ішіндегі қандай дүниелер керек, қандай заттар керек деген сияқты түгел бәрін айтамын. Менде даже дайын жоспары да бар оның. Сұлулық салон керек қыздар. Аз ақшамен бастайсыз. Ол жақсы жүріп кететін сала. Әрине оның рекламасын затын бәрі күшті қылу керек. Инстаграм қазір білесіздер ғой. Сондай маркетинг жағын жақсы қылу керек. Сұлулық салонда пайда бар қыздар. Біріншіден өзім үшін де ашуларыңыз керек. Менде соның ішінде 5-6 қыз болды. Әр өзім мысалы шаш қиятыны болды, бет бояйтыны болды, тырнақтың қызы болды. Солай қыздар өте көп болды, 5-6 қыз болды. Жақсы команда болды, жақсы жетістіктерге жеттік сұлулық салонда. Менде сұлулық салонынан көп пайда қалды. Маржасы көп қалды. Жақсы қыздармен тіл табысу керек. Әртүрлі деңгейде қыздар болады, әртүрлі салада қыздар болады, әртүрлі мінезді қыздар болады. Соның бәріне жақсы қарап тіл табыса білу керек болды. Жақсы тіл табыстым, жақсы деңгейге жеткіздім. Сұлулық салонын ашуға мен тағы да қыздарға кеңес беремін. Емінің қыздар емес, ер азаматтарды, жігіттер де ашсын. Ғалым ашып оны басқара білсе болды. Дәл осы мен бизнесте ең алғаш есімде қалған шашып барады ғой енді біз енді. Шашып барған кезде анам барған, менен үлкен апам бар, сол кісі барды, одан кейін сіңлім барды. Шашын шашып, бір күшті деңгейде болдық. Себебі оны мен ашам деп мен көп жариялаған жоқпын. Сол уақыттарда бір өзімде қиыншылық жағдайлар болып жүрді. Оны келесі видеода айтып өтермін. Өте бір қиянат жасаудағы сондай бір ситуация, сондай бір уақыттар болды. Сонда да ешқандай мен мойынсұнған жоқпын. Ана бизнес себебі мен мақсатқа жазып қойғанмын, жоспарға. Мынаны ашам, мынаны жасаймын деген жоспар, мақсат мені қатты жігерлендірді да. Сөйтіп мен алдыма келген қиянаттың, қиыншылықтың ешқайсысын мойындамауға тырысып салон аштым, сұлулық салон аштым. Жақсы тез жүріп кетті, күшті болып, тұрақты клиенттер болды, сондай. Ол бизнестен де қолым жақсы жүрді. Қараңыздар, адамда жай ғана ізденгісі керек. Мысалы мен сұлулық салон аш, міне мынандай бар, мынандай көресің, мынандай жасайсың, мен алдымда ешкім көрсеткен жоқ. Тем более мен сұлулық салонға көп бармайтын адаммын. Айтып отырмын, маған ұнамайды ол салондағы қыздардың жасайтындары. Көпшілігі сондай, сосын мен көп бармайтын.
үйден өзім жасап аламын баратын жеріме. Солай сөйтіп жүретінмін. Бірақ енді мына өзімнің салоным болған соң өзімнің ойымдағыдай қылып жасатып, мен жасайтын уақытта қыздар телефон сәл тастайсыздар, басқа жаққа әңгімені сәл бір 10-15 минут ысырасыздар да мені мұқият жасап шығарып саласыздар деген мақсатпен жасататынмын. Сонымен бұл салонда қалай бастау керек, оны ешкім ештеңе айтқан жоқ. Мен жай ғана өзім қатты іздендім. Ізденгенде де интернетте бұл жоқ. Қалай жасау керек, неден ашу керек, жоқ ол. Мен просто идеям мықты болды. Мына миыма рахмет айтамын, иә, идеям менің мықты болды. Құрттай жерден идея алып шығамда, соны керемет жақсы деңгейге жетістікке жететінмін. Сұлулық салонында сондай болды. Енді қыздарға қазір керемет мүмкіншілік солай ғой. Мен сіздерге алдарыңызға дайын жоспарын беремін. Қалай жасау керек, неден бару керек, қандай мебель керек, қай жерде болу керек, аренданың құжаты қандай болады, оны қалай алу керек деген сияқты, клиентті қалай табу керек, ішіндегі қыздармен қалай жұмыс жасау керек, оның бәрін мен сіздерге жіліктеп айтамын. Жай ғана осы салон ашу маған ұнайды деп айтсаңыздар, мен сопровождениеге түгел сопровождение жасайтын боламын. Түгел сіздері ғана ашып, лентасын қиып ары қарай жүріп кеткенше мен сіздерге сопровождение жасайтын боламын. Сондықтан қыздар, кеңес берем, сұлулық салон ашу керек. Сұлулық салон міндетті түрде ол керек, кез келген қыз балдарға керек болады. Ал достар, менің кезекті бизнесім осы әдемілік саласында болды. Мен сіздерге жай қарапайым қылып жеткіздім деген ойдамын. Осының ішіндегі керек жерлерін алыңыздар. Керек жерлерін алыңыздар. Қараңыздар, менде мындай болды. Осы сұлулық салон ашатын кезде ешқандай қиыншылыққа мен тап болған жоқпын. Қиыншылық болғанда, мысалы, қате жасап қою, мысалы, салон бір бизнес ашқан кезде қателік жасайсың ғой, менде бұндай болған жоқ. Дәл осы сұлулық салон ашатын кезде, мен ананы дұрыс жасамадым, мынау қате болды деп, ондай менде ешқандай қателік болған жоқ. Ешқандай қателік болған жоқ. Мен білмеймін, осы идеяма қатты сендім ба, мақсатыма, жоспарыма қатты сендім ба, ешқандай менде қателік болған жоқ. Сұлулық салон ашатын кезде. Ашқаннан кейін ары қарай осы бизнесім жүріп кеткенде де менде қателік болған жоқ. Сондықтан қыздар, сіздер де осы бизнесті тағы мен айта берем, сұлулық салонды ашыңыздар. Міне достар, мен сіздерге жалпы сұлулық салон туралы ашқанымды, мысалы, тапқан ақшам жақсы болатынын, қалай ашқанымды, маржам, пайдам жақсы болғанын, қыздармен қалай сөйлесуді, қалай ары қарай жүргізуді, мысалы, оның бәрін өте қарапайым қылып сіздерге айттым деген ойдамын. Осының ішінде өздеріңізге керек дүниені алып алыңыздар, комментария жаза өтіңіздер, видеоға лайк басып өтіңіздер. Тағы да сіздермен болған жеке кәсіпкер Алтынай. Сіздерге рахмет, достар.